Жалпы өздеріңіз білесіздер, еліміз бойынша су тасқыны болып жатыр қазір кейбір өңірлерінде. Сондықтан қазір жеке құрам техника барлығы жұмылдырылды. Бірақ та енді жағдай күрделі, барлық жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Зардап шеккен адамдардың бәріне көмек көрсетіледі. Үкіметтің көмегінсіз, назарынсыз ешкім қалмайды. Сондықтан осы солтүстік Қазақстанда да осындай шаралар қабылдау керек. Қазір еліміздің бірнеше өңірінде су тасып, елді мекендерде жағдай тұрақты болмай тұры. Ауа райының күрт жылынып, қардың еруі салдарынан әсіресе Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Абай облыстарындағы елді мекендерде су тасып халықты әбігерге салды. Қазіргі таңда Тараз қаласының аумағында 12-де 7 шақырым ұзындықты құрайтын 2 дренаж каналы бар. Сонымен қатар 82-де 55 шақырымды құрайтын 8 канал бар. Жалпы алғанда елімізде 8 каналы бар аймақ кемде кем. Осы жағдайды көре отырып алаңдамау мүмкін емес. Сондықтан да өңірдегі ахуалды жауапты мамандардан сұрап қайттық. Наурыз және сәуір айларының ауа райы бюллетеніне сәйкес аймақтағы температуралық фонның жоғарылуы және жауын-шашынның мөлшері нормадан көп болуы күтілуде. Қазгидромет мәліметі бойынша облыс аумағында жердің тоңуы жоқ, таулы аймақтарда қар жамылғысының биіктігі шамамен 10 сантиметрге дейін. 2024 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық жоспары бекітілген болатын. Жоспарда ірі су қоймаларының толымдылығына бақылау және мониторингтеу, гидротехникалық құрылғыларды тексеру, арық дренаждардың желілерін тазарту жөніндегі іс-шаралары көзделген болатын. Облыстың барлық су қоймаларында тасқын сулар мен еріген суды қабылдауға арналған қосымша көлемдер қарастырылған. Су қоймалары пайдалану ережелеріне сәйкес жұмыс істеуде.